Eşken adamın gekku gagagagay Eskendir sedesimi erkegekku Albarda bosna benlay Tongalamını gekku gagagagay Kimdegim жақсылап тұрып ән салып, соған домбыра дейді. Қазақтың қасиетті қара домбырасы. Былай сен, ол үшін маған құдалар жақтан екі құдаша келсін. Ән деген кезде ішкен асын жерге қоятын. Ерниясын шашқанымды келіп отырған көршілердің атынан, әкесінің достарының, ерниясын достарының коллективінің атынан екі жігіт, екі қыз келсін шоқтаға. Бар ма? Әйді барсыз? Ойынға ойын. Бар ма? Құдалар жақтан шығарып келіңіздер шоқтаға. Біреу. Құда, келіңіз. Розырмайға, аға жүріңіз көріңіздер, не? Қошемет қайда, қошемет, келіңіздер, не? Екі жақтың және Ернияз жақтан бар ма ортаға шығатын? Әнге жақын кім бар? Аты кім? Бауыржан, жүр. Шабалақ қайда, қошемет қайда тағы да? Қой иесі, келіңіз. Шықпайын деген адам дегеннен естіздер осы. Кім бар тағы да? Әйел адамдардан бар ма? Аты, келіңіз. Өздеріңіздің аттарыңызды айтсаңыздар, мен шығам орнынан тұрып, біреудің қайтесіздер біреудің. Келіңіз, екі ортасына отыра барыңыз. Ағамыз шығыпты отыра барыңыз. Ортаға, екі қыздың ортасына тұрыңыз. Достардың атынан, жастар, кім бар? Жігіттер бар ма? Сөйлеп ойнап, кім жеген сол шықсын. Кім? Аты кім? Сен ойынға шықпа. Сен шыққан жоқсың ойынға. Жүр. Шамбалақ қайда, шамбалақ? Жүр. Рахмет. Дауыз ойының тәртібі бұлай. Ән деген фонограмма екіге бөлінеді. Біреу плюс, біреу минус. Плюс деген дауысымен, минус деген дауыссыз. Сіздерге бірінші плюсын қоямыз, соны тыңдап аласыздар да, содан кейін минусын қоямыз, соны орындайсыздар. Жақсы ма? Маэстро, бүгінгі тойымыздың шашбауын көтеріп келіп отырған бірінші құдалар жағынан бастайықшы. Құда бала қайда жаңағы? Келіңіз. Шәмшінің әндерін өзіңмен арыстың деген сияқты. Аты жөніңіз кім болады? Айдар. Зәуренің әкесінің інісі ме? Зәуренің әкесінің інісісіз бе? Иә. Зәуреге? Ағам, әкемді, шәкемді. Құдай бере саған шапалақ қайда енді? Өйдеңіз Айдеке. Плюс! Өзіңмен арыстан. Білесіз ғой, екі жаққа бөлініп тұрайық. Айдеке, сіз сахнаның артына барыңыздар жаққа қарай. Мен сізді шақырам, сол кезде ортаға қарай жақсылап тұрып, әдемілеп шығасыздар ғой, аға былай қарайтыңыз. Бүгінгі тойымыздың қадірлі қонағы Зәуренің әкесінің інісі. Әкесі болып келеді. Қошемет қайда, құдай-ау. Айдар мырзаға, маэстро, келіңіз ортаға, келіңіз. Өзіңмен арыстан
айтып беріңізші деп жатсыз аға. Іңкәрім-ай дегенсіз ба? Құдай бере саған өтеміз апай. Апамызға енді бір кішкене сар жайлау сияқты бірдеңе апа ұстаңыз. Сіз кім боласыз? Мен Зәуренің папасының жеңгесімін. Тым шіркін-ай. Зәуренің папасының жеңгесі. Маэстро, плюс! Білесіз ғой апай, молодец. Ар жаққа барыңыз сахнаның артына. Бүгінгі тойымыздың қадірлі қонағы Зәуренің папасының жеңгесі болып келеді. Деп кішкене поддержка жасаңыздар, Құдай-ау. Той төріне Іңкәрім-ай, Іңкәрім апамызды шақырамыз. Маэстро, минус! Жазира! Sayalağın bir tuğan yer, sağındırған sarjайлауы. Шапалақ бар ма? Кетпеңіз апай, рахмет. Үштен заман ғой. Ау, атасы екенін білеміз енді. Қатты сөйлесе болмасаңыз, кішкене мен қорқып тұрмын уже. Ұрсам өрді. Атыңыз кім болады аға? Кім? Ғайып берген. Тайып берген ба, ғайып берген ба? Ғайыптан берген. Құдай бере саған. Ағастамыз енді. Мен микрофон ұстап тұра берейік өзің ұстайсың. Не айтыңыз, айта бер сұрамында. Жоқ, ағаштамыз дейміз микрофон. Ғайып берген атасы болып келеді. Ағамызға бір анда үлкен ескі әндер бар ғой. Түріне қарап білесің ғой. Плюс маэстро. Таң ерте мені бір суға тигеді. Білесіз ғой, әбеге? Рахмет. Сіз енді кішкене аға, анау суға келген қызды кәдімгідей көңілмен қарсы алып, құлайдан құдаларға қарай апарып бейт. Шашып-шашып жүресіз ғой, жақсы ба? Уақыт өтіп кетті ғой енді. Жоқ аға, қыз емес бұл ән ғой. Қызға барыңыз деп тұрған жоқ, суға келген қыз ұрып қашып кетіп жүрмесін деп отырмын да. Сахнаның артына барыңыз, өзім шақырам ал. Қошемет қайда, қошемет? Бүгінгі сіздер естіп жүрсіздер, бұл сахна металшы қорына шықсаңыздар, гүл сыйлауға болады. Қазақстан дауысына қатысып жатырмын, тікелей эфир жүріп жатыр. Сіздер орындарыңызға барыңыздар аға, рахмет. Тойымыздың қадірлі қонағы. Құдай-ау, шапалақ қайда. Зәуренің атасы болып келеді. Ерлияздың атасы болып келеді. Тойымыздың қадірлі қонағы. Аға, кезіңіз, мен шықсаңызшы сахнадан өткен. Қалекеңнің орындауында. Таңертеңнен бір сұлу суға келеді. Суға келеді. Суға келеді. Ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді. Менің құндарым бұндай панораманы қажет жоқ. Өзім балаларыма, құндарыма, өзім бір өлің айтып кетіп еді. Сізге бармысын бауырын бару керек негізі. Қошеметтеріңіз бар ма ағамызға? Бір жан дауыспен, бір шумағын айтып. Жақсы, бір шумағын ғана. Шапалақ бар ма? Мариям жағар деген орыс қызы, 16 жаттыға келген кезі, қазақтар тудар деген ғашық болып таңдаған.
doğdum Şerken aydu daraya doğdum Dudaraya doğdum Bir sen için doğdum Şerken aydu daraya doğdum Şapalak kaydağa gitmeniz keniz kalın. Жанымдағы таппай қалып нанады Білесің ғой, рахмет, енді қолыңды қалтаңнан алып, кішкене, я понимаем ғой это, в авторитетик. Нұреке, сахнаның артына барыңыз. Бүгінгі тойымыздың қадірлі қонағы, Ернияздың досы. Құдай, оқаға малайыз. Тойымыздың қонағы, Бейбіт Қорғанның братишкасы. Шықсаш, Бейбіт Қорған сияқты билет. Жанарым оттай жаным жүрегімді шоқтай қалып сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып нанады жүректің әсемәрінде сен бірдемелі күлмайсың жүргендері тұрған нанананым еркелікпен күлгендері нанады әсемәрінде Şapalak kaynar şapalak. Nanane. Üstümlerinin onun şarkılardan jasım şarınday. Ağlan aldın atlatlarınday. Ay ay ay. Oy yürüdüm. Kuday bile sakadı. Ketmeniz ha? Arkarayın. Siz ne? Kayda çıktı dişliydi. Ben necde istemiş sakladı. Siz şakırıktan ortağa. Ben çıksam şimdi kayda gidip bırakız. Қазақша я тоже не понимаю. Кеңіз аға, атыңыз кім болады? Төлеужан. Кеңіз кім бір ғана кішкене? Тәкеңе енді кішкене бар. Қызыл өрек деген сияқты жіберші кәні маэстро. Плюс! Әйелім қызыл өрік дейді, тұтывасы қызыл өзім болмады. Төлеужан, сахнадан артына барыңыз. Тойымыздың қадірлі қонағы Ақылбек Жеменейдің ағасы. Дұрыс па? Қол соғып қошеметпен Төлеужан мырза маэстро. Минус! Жүзің бардай билеріңнен сенен өнім сақтармайын боз олғандай қызыл өрек сүйіп қалдым мен сені билеш өрек ойшымаған күнін рахмет майыс қойды Ақылбек Жеменей әдірамғасын бейт-бейт қойды ма? Қалай істеп қойды бейт-бейт. Шапалақ бар ма? Келесі қонағымыз сонау Астана қаласынан келіп отырған әнші қарындасымыз аты Назерке. Құдай бере саған. Назеркеге бір әжем деген бірдеңелер бар еді ма? Плюс! Şapalak bir de şapalak. Rahmet, siz de sahnenin артына барыңыз. Сонау Астана қаласынан келіп отырған той иесінің досының баласы, тойымыздың қадірлі қонағы, Назерке ханымға маэстро, минус! Билет. Жол
Шапалақ қайда шапалақ қошеметтеріңіз? Келесі апай. Құдай бере саған. Шапалақ қайда шапалақ? София Ротарова мысалы шығып келе жатыр ғой. Ат жөніңіз кім болады? София апараны қойып беремін. Ол кіміз болады? Хутаренко бар ма? Жоқ, оған Потап керек апай. Сіз Настя Потапты. Апайымызға бірдеңе қойып берші, сізге орысша, қазақша. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Айтам. Білмеймін. Окна видишь. Тыңдалыңыз. Асыра жел саған, сағынышым сар ормандай самсаған, әке болып жүргенімде мамырдым, әлі күнге еркелеймін. Рахмет. Атыңыз кім болады апай? Рахмет. Ау, Мейрам Күл кім боласыз? Микрофон бар. Класстасының жолдасының сәбзәлі. Ай, рахмет апай. Бара беріңіз. Тойымыздың қадірлі қонағы Зәмзәгүлдің класстасының әйелі жолдасы, ғашығы, сұлуы, жары, сүйіктісі. Қай жерде отыр өзі? Ол кісі қайда отыр? Нұрлан Өнербаев бұл кісі? Жоқ, Нұрлан Өнербаев қасында тұрыпты ғой. Қол соғып қошеметпен Меруерт ханымға маэстро минус. Шапалағы бар ма, қошемет бар ма? Кетпеңіз апай. Сау болыңыз деген жоқпыз ғой. Келіңіз бері қарай сізге ет салатын нәрсе алып келе жатыр сізге. Күйеуіңізге жұмысқа тамаға барып бересіз. Атыңыз кім болады? Бауыржан. Бауыржан. Кім боласыз? Ернияздың жолдасы. Ернияздың жолдасына бірдеңе бар ма? Қайраттың досы қой маған. Жақсылап тұрып биле жарай ма? Қайрат Нұртас пен Ернияздың досы. Кішкене. Қайраттылар. Баука! Поехали! Ойынға қатысқан жұптардың бәрі қайда? Келіңіздерші ортаға. Назерке. Тағы қайда кімдер? Ойынға қатысқан жұптар келіңіздер, кетпеңіздер,
келіңіз, балдар. Бауыржан. Мариям Жагорқызын айтқан ағамыз қай жерде тұр? Қайдасыз аға? Классик ардақты ағайын. Ортадағы тамаша әсем ән айтқандардың ең ішіндегі жақсы ән айтқанға той иелерінің атынан тобықтай сыйлық, бұл қазақтың қара домбырасы. Және Балқаш қаласының халық артисі деген атақ береміз. Береміз бе? Қошемет қайтенді. Бұлай болса, дауысқа салайық. Назерге деймін, қол соғасыздар. Бейбіт Қорған деймін, қол соғасыздар. Апай Саржайлау деймін, қол соғасыздар. Әже деген кезде тем бөлі, солайынан жақсы ма? Или бәріміздің аузымызбен мен бұлай ойлап тұрымды, тамаша жақсылап тұрып әсем ән айтқан, қазақтың халық әнін айтқан. Кім? Сол кісіге береміз бе? Бәріміз бір ауыздан береміз ғой, е? Қошеметтеріңіз қайда аға? Бірі кейіңіз. Рахмет аға. Ау, той иелердің атынан жаңа менің атынан деп қойып дейді. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сіздерге де рахмет келіңіздер, е? Ал біз той төрін ардақты ағайын, Ернияздың ағалары, інілері, бөлелері, қарындастары, Қайрат, Айзат, Еркебұлан, Жанар, Ербол, Анар, Рауан, Оразбай, Меруер, Құралай, Нұрлан, Жанар, Азамат, Шынар, Жаслан, Жайна, Данияр, Салтанат, Абай, Самал, Абылай, Гүлден, Олжас, Жанар, Диас, Еркебұлан, Алмат, Дастан, Бейбіт, Абылай, Арнұр, Еркеназ, Назерке, Аяулым, Үңкер, Балжан, Аруымаз, және Лағыл ханымдар, және Зәуренің тәтесі Астанадан келген Сәуре інісі Жақсылық, және Зәуренің сіңілісі Айнұр, жиен інілері Нұрлы, Байырхан, Ерасыл мырзаларды ортаға келіп шақырамыз. Келіңіздер, аттығыңызды қадетіп атсақ айтқаныңызды ұзағырақ қарайын. Тілегі, кімден бастаймыз? Құдабалар қай жерде екен, құдабалар? Зәуренің інілері жаңағы қай жерде келістір? Ол кісілер қайда? Келсеңіздер шортаға. Кеш жарық құрметті қонақтар, баршаңызға бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Және де бүгінгі тойларымыздың иесі Ернияз бен Зәурені бүгінгі заңды некелерімен шын жүректен құттықтаймын. Сендерге осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Еліміздің ең үлгілі де әдемі жанұялардың бірі болыңыздар. Қашанда екі жақтың ата-аналарын құрметтеп, бақытты отбасы болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Ернияз, а чё, как я привык, я говорю, Заурен. Желаю счастья, здоровья, благополучия, много-много денег и много детей. Я как брат, как я могу сказать, как родной брат. Так как мы росли с детства, хочу пожелать вам много-много счастья. Тек қана ақ жол болсын сендерде. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, тойшыл қауым. Бүгінгі той құтты болсын. Ернияз аға, Зәуре жеңге, бақытты болыңыздар. Сіздерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздерге артқан ата-аналарыңыздың ақ үмітін ақтаңыздар. Ақтайды деп тез үлкен сеніммен сіздерге қараймыз, сіздерге қарап үлгі аламыз. Сіздей аға мен сізде жеңге өсіріп отқан сіздердің ата-аналарыңызға
мыңда бір алғыс, Аллаға шүкір. Екеуіңізге осы Алланың қысқа ғұмырын мәнінде сәнді өткізулеріңізге, сүрулеріңізге тілектеспін. Тек қана алға. Бауырларының атынан кел. Ернияз аға, Зәуре кеше. Енді осы бүгінгі үйленудені құттықтаймын. Ешқашан жұптары жазылмасын, бірлі шүкірлі болыңыздар. Және де осы бүгінгі келген қонақтарға тойларыңыз жақсы өтсін. Үштеп тойларда кездесеміз. Ал енді бүгінгі той құтты болсын. Ернияз, Зәуре, сендерге мол байлық, зор денсаулық, өлге көңіл өзінде өмір тілеймін. Той-тойға ұласып, осылай кездесіп жүрейік. Кеш, Құдай бере саған тұрысты қарасайшы шіркін-ай. Қошемет қайда? Осы Ернияз бен Зәуренің үйінде осындай балалары болсын, ұлдары болсын, қыздары болсын дегендеріңіз қошемет көрсетіп қойыңыздар шардақтар айды. Зәуре тәте, тойыңыз құтты болсын. Аман есен жүре беріңіз. Бүгінгі тойыңыз жақсы болсын. Бақытты болыңыздар. Ай, бәрекелді, рахмет. Сіздерге де жұғысты болсын, қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мыңда бір рахмет, Алланың нұры жаусын ардақтағы ағайыны. Ал енді осы тамаша әсем ақ тілекті әрі қарай әсем әнге жалғастыратын тойымыздың қадірлі қонағы қол соғып қошеметпен қабыл алыңыздар. Төлеужан ағамыздың орындауында. Ернияз, Зәуре, бақытты болыңдар. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Может быть, за порогом растраченный хлеб. Я найду этот город, которого нет. Наверняка помнят и ждут. Может быть, за порогом растраченный хлеб. Я найду этот город, которого нет. Там для меня горит ночь, как речный знак. Последний шаг, и этот шаг приедет жизнь. Он ответит мне, что судьбой дано. Об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченный грех. Я найду этот город, которого нет. Там для меня горит ночь, как вечный знак. Забытый лист. Для него последний шаг, и этот шаг
коллективі Нұрым, Болатбек, Азелия, Айжан, Бауыржан, Қуат, жігіт жолдас Серік, қыз жолдас Айнұр, Азамат, Жүсіпбек, Жан Сұлтан, Аулай, Ерболсын, Маржан, Сабыржан, Гүлзада, Алмаз, Гүлназ, Бауыржан, Олжас, Венера, Абылай, Марғұлан, Мақсат, Абдиомархан және Аманхан, Әсел, Балнұр, Ақмарал ханымдарды қол соғып қошеметпен ортаға билеп шақырамыз. Ардақтағайын достары, әріптестері, келіңіздер. Қош келіңіздер. Той құтты болсын, ішімізден даже бір-екі сөзіміз сөйлеп, қалғанымыз қосылсақ, дұрыс өмір болар еді. Келіңіздер. Ал Ернияз Зәуре, бүгінгі тіккен отаулар құтты болсын. Сендерге бақыт тілейміз. Түгел коллективтің атынан, бүгін көп адамдар келе алмай қалды коллективтен. Солардың атынан біз келіп тұрмыз. Бақытты болыңдар екеуің. Ең бірінші Ернияз бен Зәурен ата-аналарына осы тойға шақырғандарына рахмет. Осы келген бүкіл қауымға қадамдарыңызға нұр жаусын. Ал енді Ернияз, Зәуре Алматыда Алатау деген тау бар. Оның шыңында әппақ қар бар. Сол әппақ қардай ниеттерің ақ болсын, жолдарың ақ болсын. Ең сәл түскен кезде ну орман бар. Сол ну ормандай достарың көп болсын. Кішкене сәл түссен мөлдір бұлақ ағып тұр. Сол мөлдір бұлақтай махаббаттарың мөлдір болсын. Енді сәл түскен кезде жап-жазық дала. Тура ортасында бір сары будка бар екен. Бір 90-дағы шал бір актив номерлар сатады екен. Сол шалдың жасын берсін, жастарын ұзақ болсын. Бақсы болыңдар. Рахмет достары, келіңіздер. Тойларыңыз құтты қайырлы болсын. Ернияз Зәуре, бүгінгі заңды некелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға тек бақыт, шаттық, Қазақстанның бір белгілі бір үлгі алатындай отбасы болыңыздар. Енді барлық жақсылық сіздерге тек қана сіздерден табылсын. Енді айтады ғой, Алла тағаланың періштенің құлағы 99 күн жабық, бір күн ашық дейді ғой. Бүгінгі күн айтып жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын, тек қана жолдарыңыз ақ болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, Алланың нұры жаусын сіздерге. Әмин, рахмет. Және сонау сіздің атыңыздан шағын сыйлық артынан бересіздер. Және сонау 1200 шақырым жұрт Қызылордадан келіп отырған досым тегі. Ернияз Зәуре, бүгінгі мынау құрып отқан шаңырақтарың биік болсын. Аспандарың әрқашан ашық болсын, дендерің сау болсын. Әрқашанда ата-аналарыңды ренжітпей, осылай жүздеріңнен күлкі етпей, бақытты өмір кешіңдер. Мұқағали ағамыздың бір айтқан сөзі бар ғой, достарың көп пе, апырау, неткен жақсы едің деген екен. Сол сияқты мынау достарың көп болсын, өмірде бақытты бол. Ернияз Зәуре, бүгінгі тойлары құтты болсын, шаңырақтарың биік болсын, дендерің сау болсын. Әрбір арайлап атқан таңдарын тек қана жақсылыққа бөлене берсін. Алла тағала сендерге тек қана бармақтай бақ берсін, сол бағын ұзағынан сүйіндіріп берсін. Бақытты болыңдар. Ал кеш жарық, құрметті қонақтар, бүгінгі тойлар құтты болсын. Ернияз, Зәуре, үйлену тойлар құтты болсын. Сендерге ең бастысы бақыт тілеймін. Осындай Қазақстанның үлгілі де өнегелі отбасы бола беріңдер. Ең бастысы денсаулық. Өмір жастарың ұзақ болсын. Ешқашан қайғырмаңдар. Алла қойған мақсаттарыңа жете беріңдер. Мынау сол мен өзім Ерниязбен бірге оқыған группаласымын. Сол Астана